Жалпы мына 2026 жылы жылқы жылы ол өте жылдам. Осы жылы алдыңа мақсат қойып, мен осындай әрекетке жетемін деп, өз алдыңа жылдам мақсат қойып, жылдам әрекет жасап, кез келген ойға жылдам воспринимать етіп, алдыңа мақсат қойып, задача қойып жұмыс жасасаң, жылқы жылы сияқты кез келген нәтижеге жылдам жетуге болады. Бұл 26 жылы жалпы адамда колесо баланса болады. Колесо баланса дегеніміз бұл жерге барлық өмір сфералары кіреді. Бұл жерге денсаулық кіреді, Алламен байланыс кіреді, духовный рост дейді ғой. Жалпы материальный богатство мен духовный богатство екеуі қатар жүру керек. Содан кейін бұл жерге спорт кіреді, өзіңе деген махаббат, білімге деген инвестиция. Яғни осы сфералардың бәрінде активация жүреді. Бұл жерде бірақта міндетті түрде өзің детский позициядан шығып, взрослый позицияға келу керек. Алдыңа мақсат қойдың ба, мен осыны әрекет жасаймын, осыны орындаймын деп мақсат қойсаң, сол мақсатқа жетесің. Көптеген адамға осындай нәрселерді айтып, енді осындай әрекет жасамайсың ба десең, бүйтіп айтады, менде ақша жоқ. Яғни бұл жерде сен өзіңе ответственность алып тұрған жоқсың. Ақша жоқ емес, сенде ниет жоқ. Ақша табудың кез келген жолы бар. Бұл жерде ойланасың, менің қолымнан не келеді? Қолынан дым келмейтін адам болмайды ғой. Біреудің шегесін қағып бер, біреудің резеткасын орнатып бер, пирожки пісіріп сат, үйде отырып алда пельмен жаса да магазинға өткіз, соның бәрінен ақша жинайсың. Бұл жерде міндетті түрде барып біреумен ақылдасуың керек. Мен сенің магазиніңе осындай жасап зат әкеп берсем, сен аншадан алсаң, мен мынандай табыс тапсам деп өз алдыңа әрекет қойсаң, любой ситуациядан ақша тауып, любой ситуациядан выход табуға болады. Сонда, егерде сен өз алдыңа жылдам әрекет жасайтын жоспарды құрып, жасай бастасаң, сенің тегін қарап отырмайды. Кез келген әрекетіңе өзіңнің тегін көмектеседі. 26 жыл, егерде сен өз алдыңа мақсат қойсаң да, духовный рост дедім ғой жаңа. Яғни өз алдыңа рухани өсуді жоспарласаң, бұл жерде ата тегіміз 2026 жылы біздің алдымызға қойған мақсатымызға көмектесетін жыл. Бұл жерде сен әрекет жасадың ба, ол саған жол көрсетіп, табыс жолын көрсетеді, және де саған көмектеседі. Бұл жерде сұрап отырасың, менің мынандай мақсатым бар, мен мынандай қалауым бар, осындай нәрседен осынша ақша тапсам, 2 айдан кейін осындай ақша табам. Яғни бұл жерде ол міндетті түрде саған көмектеседі. Сондықтан, егерде осы 26 жылы жылдам мақсатқа жетемін, осындай әрекет жасаймын деп бүгін осыны естіп отырып, қандай әрекет жасамасаңыз, сол отырған позицияда қала бересіз. Және де егерде жылдам әрекет жасаймын деп алдыңа мақсат қойсаң, сол мақсатқа міндетті түрде жетесің. Не упустите свой шанс. Яғни биыл беріп тұрған шансты жіберіп алмаңыз. 26 жыл сіздің өсу жылыңыз.